Алладан бала сұраймыз, Алла бізге бала берші дейміз. Алла ауырмаған, сырқамаған, сап-сау бала береді кейде. Бірақ сол балаға біз дұрыс үлгі көрсетпейміз. Біз бала деген бір үйіміздің ішінде телевизорымыз болса, соның бетін сырып алмауды ойлауымыз мүмкін. Үйіміздің ішінде дастарханымыз болмаса, соны тіліп алмауды ойлауымыз мүмкін да. Бірақ Алла тап-таза қылып берген баланың жүрегін тілім-тілім қылатын бір үлгі көрсетіп жатқанымызды кейде білмейміз. Бірақ соны сұрадық қой Алладан. Алла бізге бір перзент берші дедік. Бірақ солардың алдында ұрыспасақ болар еді, немесе солардың алдында бір артық сөз айтпасақ болар еді. Өкінішке орай, мысалға 100% отбасы болса, соның 80-90%-ында балалар әке-шешесінен өте ауыр сөздер естиді. Әке-шешесінің өзінен бір өкпелеп қалады, тырысып қалады дегендей. Сөйтеді де кейін не ексең соны ұрасың дегендей, жаңағы балам маған махаббат көрсетпей жатыр, балам маған мейірім көрсетпей жатыр деген қаншама қарым-қатынастар орын алады.